Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы халықтың барлық санаттары арасында дене шынықтыру мен спортты дамытуда. Спорт резервін дайындауға жәрдемдесіп, жоғары санатты спортшылардың спорттық шеберлігін арттыру бойынша жұмыс істейді және спорттың материалдық техникалық базасын нығайту үстінде. Облыстағы тұрғындардың 38%-ы 2022 жыл дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуда. Бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда 3,5%-ға өскен. Облыста спортты дамыту мақсатында арнайы спорттық мектептер мен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған клубтар ашылуда. Парыз 2023 республикалық конкурсы жыл сайын өңірлік және республикалық деңгейлерде 2 кезеңде өткізіледі. Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын, үздік ұжымдық шарт, экологияға қосқан үлесі үшін еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын номинациялары бойынша конкурста жылдың үздік әлеуметтік жобасы арнайы сыйлығы бекітіледі. 20 маусымға дейін үміткерлер құжаттарын ұсына алады. Абай облыстық тарихи өлкетану музейінде белгілі әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұриден Құсманұлының туғанына 60 жыл толуына арналған еске алу кеші өтті. Шараға Нұриден Құсманұлының отбасы мүшелері, өнердегі ұстаздар мен әріптестері, жастар қатысты. Әнші көзін көрген аға буын өкілдері құнды естеліктермен бөлісіп, әндерін орындады. Әншінің жеке заттары Қоңыр әуен атты ән жинағы музей қорына берілді. Конькимен жүгіруден Қазақстан Республикасы чемпионатының бірінші күнінің қорытындысы бойынша 1500 метр қашықтықта жүгіруде Абай облысының спортшылары Вадим Чебардаков пен Анастасия Беловолова 3-ші орынға ие болды. Курчатов қаласында 2019 жылдан бері қаладағы тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттарда 230 сыртқы бақылау камерасы орнатылған. Барлық бейне бақылау камералары полицияның кезекші бөліміне байланыстырылған. Сондай-ақ 4 мектеп пен 2 балабақшада да тәртіп сақшыларының бақылауында. Соның нәтижесінде соңғы жылдары тіркелген қылмыстардың төмендеуі байқалды. Биыл қараңғы жерлерді жабу үшін тағы 30 бейне камера орнату жоспарлануда.